Сәлем. Сәлем. Сен кімсің? Мен Ермекпін. Сен мені көлік соғында жатқанда құтқарып қалдың, есіңде жоқ па? Сен сол жігітсің ба? Көшенің ортасында жүгіріп жүргенді жақсы көретін бала. Жағдайың қалай? Бір-екі жара бар, бірақ дәрігер бәрі жақсы болады деді. Алмаға не болды? Анығын білмеймін, бәрі жақсы болатын сияқты. Қазір менің әкем дәрігермен сөйлесіп жатыр. А сенің әкең кім? Мирас, ол сені ауруханаға алып келді. Түсінем. Сіз ол пациент үшін уайымдап отырсыз. Бірақ ол кісінің жағдайын мен өзіне немеске туысқан айту керекпін. Жазылып кете ме? Я, әрине. Кішкене соққы алғандықтан миы шайқалған. Айжан менің ең мықты қызметкерімнің бірі, сондықтан оның жұмысқа тез оралуы қажет. Сол үшін қашан шығатынын білейін деп едім. Кішкене демалған дұрыс болар еді. Артынан асықпай жұмысқа шыға береді. Рахмет. Мам, мен енді қашан келетінін білмеймін. Я бақыттың қасында боламын ғой. Мен оған қазір керекпін. Я. Мам, мен саған кейін хабарласам. Қалада дәрігерлермен келісіп қойдым. Бүгін сені алып кетеміз. Сіз кімсіз? Мына кісі мұнда не істеп жүр? Бақыт. Кім бұл? Бұл Аружан. Болашақ қалыңдығымын. Солай ма? Мен Махмұт, Бақыттың досы. Бақытты бүгін қалаға алып кетемін. Қалай? Кім айтты? Мен қарсымын. Дәрігермен әлі сөйлескен жоқпыз. Бұның бәрі сенсіз шешіліп қойған. Бақыт, бірдеңе десеңші? Маған бәрібір. Білгендерін істеңдер. Тек мен мазаламаңдаршы. Аружан, болашақ күйеуің тезірек айқы тұрсын десең айқы жудың қажет жоқ. Бұл жерде көріп отырсың. Арнайы төсек пен жабдықтар да жоқ. Жарайды. Мүмкін сол да дұрыс болар. Жарты сағаттан жедел жәрдем келеді. Дайындалыңдар. Ермек, стөлдің үстін бояма. Ермек дейм, стөлдің үстін бояуға болмайды. Неге болмайды, маған бәрі болады. Мынаның кетіру қиын ғой. Стөлдің үстін бояуға болмайды деп саған ешкім айтпаған ба? Жоқ, мен үйде де осылай жасай берем. Үйде жинаушы тәте келіп, бәрін жуып, тазалап кетеді. Бірақ мен бәрібір сала берем. Сонда ашыланбай ма не? Жоқ, оған әкем ақшасын береді ғой. Ермек, егерде мына салған суреттеріңді мен білдіріп қойсам, ренжисің ғой. Сол сияқты. Егер сен солай істесең, папам сені жұмыстан шығарып тастайды. О, танысып алыпсыңдар ғой. Папа, бұл маған суретке салуға рұқсат бермей жатыр. Мен саған неше рет айтам, суретті альбомға салу керек. Бірақ мен суретке салғым келіп тұр. Енді сені қайтсам екен? Кімге татқансың, а? Сізге де, папа. Кешіріңіз. Өзін еркелетіп жібергем. Мазаңызды алған жоқ па? Жоқ, бәрі дұрыс. Дәрігермен сөйлестім. Бәрі жақсы дейді. Дәрігер тағы ештеңе айтпады ма? Ештеңе, тек біраз күн тағы да демалсын деді. Болды ма? Иә, тағы не айту керек еді? Жоқ, ештеңе.
Мирас Нағиұлы, сізге көп рахмет. Мен осындай жайлы ауруханаға алып келдіңіз. Мен айлық алған бойда сіздің ақшаңызды қайтарам. Қайдағы ақша, не айтып тұрсыз? Сіз менің баламды құтқарып қалдыңыз. Сонда да Жоқ дедім. Қайырлы күн. Пациентпен жеке сөйлессем болады ма екен? Иә, әрине. Ермек, балам, жүре ғой. Сіздің жолыңыз болыпты. Машина уақытында тоқтап үлгерді. Балаңызға да уайымдамасаңыз болады. Бәрі жақсы. кешіріңіз. Үйге қашан қайтсам болады? Ертең. Бүгінше демала тұрыңыз. Жарайды, рахмет. Лаура, не болды? Мен болса емеспін, мазалама дедім ғой. Жарайды, жарты сағатта келем. Ермек, мен жұмысқа кету керекпін. Ал сен осында Айжанның қасында бол, жарай ма? Қойшы, қалым келмейді. Сен мен барайыншы. Ермек, мұның не? Айжан сені құтқарып қалды емес пе? Мен сені алғыс айтып білуге үйретпеп пе едім? Жарайды. Жарайсың. Түсінікті ма? Иә. Все, подчалсыз. Бақыт. Мынау күшті емхана ғой. Мұндайды мен өмірімде көрмегем. Аружан, шаршап тұрмын, демалайыншы. Иә, әрине жаным. Сенің қарның ашып қалған шығар. Жаңа жолдан буфет көргем. Сол жерден саған бір нәрсе алып кеп берейін. Жеп ал. Керек емес. Неге олай дейсің? Сенің тамақтануың керек. Күш жинауың керек. Көресің. Әлі бәрі жақсы болады. Аружан, бірінші дәрігерлермен сөйлесейік. Одан кейін көреміз, жақсы бола ма, болмай ма. Уайымдай бермеші. Қайырлы күн. Қалай жайғастыңыз? Бәрі дұрыс па? Бізде бәрі керемет. Мұндай емханада емделіп жатқаннан кейін Бақыт міндетті түрде сауығып шығады. Мен осы жайында сөйлесейін деп едім. Не десем екен? Біз тексеруді тағы да өткіземіз. Толық зерттеу жасаймыз. Бірақ бірден айтайын. Жағдай өте қиын. Қаншалықты қиын? Мен жүре алам ба? Қазіргі жағдайыңызда бұл мүмкін емес. Бірақ біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Жарайды, мен сіздерді жеке қалдырайын. Бақыт, ол өтірік. Мен сенбеймін. Көресің әлі, сен аяққа тұрып кетесің, бәрі бізде жақсы болады. Сен тек өзіңе сен. Аружан, мені жайма қалдыршы, өтініш. Бірақ Бақыт сен... Шық дедім! Ермек, неге шашып жүрсің? Ішім пісіп кетті. Енді ішім пісті екен деп жаман нәрсе жасауға бола ма екен? Білмеймін. Ермек, сен не істегенді ұнатасың? Әкемнің кітап оқып бергенін ұнатам. Онда кітап оқиық? Жүр, бар ма? Иә. Міне, мынаны оқып берші.
Ермек саған мынау кітап деп кім айтты? Тәрбиеші? Бірінші тамақтанып алайықшы. Әйтпесе қарным қатты ашып кетті. Жүр, онда тамақтанып алайық, сосын оқимыз, жарай ма? Жүр кеттік қарайық. Айжан? Аружан? Аружан? Сен не істеп жүрсің мына жерде? Өзіңше? Сендер танысыңдар ма? Ермек, бұл мен сіңілім Аружан. Бұл Ермек. Аружан, не болды? Амансыңдар ма? Аружан? Бақыт омыртқасын жарақаттап алған. Енді дәрігерлер мүгедек болып қалады дейді. Бұл қалай болды? Ауылда аттан құлап түсіп. Болды, Аружан, жыламаш. Бәрі дұрыс болады. Жыламай. Өзің қалайсың? Не істеп жүрсің мына жерде? Ол мені құтқарам деп көліктің астына түсіп кетті. Не? Жоқ, Аружан. Қалай сонда? Бәрі дұрыс көріп тұрсың ғой? Әйтеуір аман болған жақсы болды. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Бұл менің көлігім шығар? Иә. Мына жерге қол қойсаңыз. Қай жерге? Осы жерге. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Вау, көйлегің қандай әдемі. Жоқ, Арман, сен оны көрмеу керек едің. Не болып қалды? Бұл енді жаман ырым ғой. Енді ырымға бола осылай өкінесің ба? Бәрібір, бұл маған ұнамайды. Мен басқа көйлекті алам. Жарай ма? Ырымға бола ма? Я, әрине енді. Бізде барлығы мінсіз болу керек. Жарайды. Дегеніндей болсын. Жарайды. Бақыт, мен бәрін төлеп қойдым. Мұнда ең жақсы дәрігерлер жұмыс істейді. Қалған бәрі саған байланысты. Аяққа тұрып тез жүрем десең, барыңды сал. Махмуд әр деңгейін айта бермеш, болмайтын нәрсе. Менің аяққа тұруым мүмкін емес екен, сен керемет білесің. Енді мынандай көңіл күймен әрине мүмкін емес. Ештеңе етпес. Мен сендер сияқты болмайтын нәрсені армандай бермеймін. Бақыт, сен білесің бе, дәрігерлер біле ме? Одан да оларға мүмкіндік берсейші, сен емдеуге. Махмуд, 10% түсінесің бе? 100-ден 10%. Осыдан кейін мен аяққа тұрып кетуіме қалай сенем? Сенде құрығанда 10% бар ғой, Бақыт. Дәл қазір сен маған Аружанды есіме салып тұрсың. Айтпақшы, Аружан демекші. Сен соған үйленбекшісің бе? Мен оған үйленуге міндеттімін. Сен одан ақша берді, оған басқа мазалама деп айтты. Енді мына түріңмен танымайтын біреуге үйлену қалып еді. Айтпақшы, компанияның жағдайы не болып жатыр, соны айтшы. О жағын уайымдамай қой. Сен бір-екі күнге жоғалып кеткен жоқсың ғой. Біразға кетіп қалдың. Сенсіз не істеймін мен? Кешір.
ештеңені ойланбай жақсылап емделу. Ал сен жоқта мен әзірше бір нәрсе жасармын. Жарай ма? Жарайды. Әпкемнің жағдайы жақсы ғой сонымен. Иә, жақсы. Тек біраз күн демалған дұрыс. Бала ше? Баланың да жағдайы жақсы. Әпкеңіздің жолы болған. Мынандай стресстің арты түсік болуы мүмкін еді. Жарайды. Рахмет сізге. Тек қатты уайымдап қалмасын деп көмектесіп бақылап жатқаным ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Балам, сенің жақсы көретін булочкаңды пісірдім. Кел, ыстықтай жеп аш. Балам, бұның не? Таң атқаннан кеш батқанға дейін жатпаш былай тұр. Балам, жүрегімді ауыртпаш ботақаным. Әкең екеуміздің бетіңе қараған жалғыз баламсың ғой, құлыным. Еңсеңді көтерші, тұрш. Тұра ғой. Бұл не сұмдық? Ана қыз басыңды дуалап алған ба? Балам, телефон шырылдап жатыр. Зарина дейді. Ма? Балам-ау, бұның не? Құлыным-ау, бұл не істеген? Достар, тыңдаңыздар. Егер біз шаршасақ, бір-біріміздің иығына мініп барамыз. Алдар мықты, екеуің де бірдей көтер алады. Менің папам да алдар сияқты мықты. Мені де, сені де көтер алады. Ермек, сен неге әкең туралы ғана айта бересің? Ал анаң қайда? Анам жол апатынан қайтыс болған. Кешірші. Ештен кетпейді. Мен ол кезде кішкентай болғам. Сонда әкең ғана қарап жүр ма? Бала күтушілер бар, олар ауса береді. Неге? Әкем маған бәрін шаршатып бітесің дейді. Жоным мен. Алдар ол екеуің ғана емес, бесеуің бірге көтер алады екен. Сосын 6-шысы келіп. Ермек, сыртқа шығып ойнап келе ғой, ә? Біз Айжан екеуміз сөйлесіп алуымыз керек. Жоқ, маған әкем айтқан, Айжанға қарап отыр деген. Жаным сол. Аружан, Ермек бізге кедергі болмайды? Кедергі болады. Мен дәрігермен сөйлестім. Сенің жағдайыңды айтты. Ермек, шыға тұршан. 5 минутқа жарай ма? Біз Аружан екеуміз сөйлесіп алайық. Жарайды. Бара ғой. Менде бір жағымсыз жаңалық бар. Басталды. Айттым ғой. Ана көйлекті көргендіктен жағымсыз жаңалықтар пайда болды. Ал, тағы не болды? Әкем тойға келе алмайтын сияқты. Неге? Не, ол мені ұнатпай қалды ма? Енді бұл жаңалық біздің тойға кедергі болмайтын шығар? Жоқ, кедергі болмайды. Жарайды, ештеңе етпес. Уақыт өте келе Болат Қалиұлы маған деген көзқарасын өзгертетін шығар. Өзгертеді. Міндетті түрде өзгертеді. Демек, рас екен ғой.
Сенің аяғың ауыр. Сенгім келмеген, Айжан. Аружан, өтінем мамаға айтпашы. Анам сені ылғи үлгі тұтатын еді. Менің де саған ұқсағым келеді. Білейм мен. Енді не, баланы жасырмақшысың ба? Өзім бағам. Баланың әкесі кім өзі? Талғат емес, солай ма? Арман. Мына жағдайда анам білсе не болатынын білесің ғой. Жүрегі нашар. Шыдай алмайды ғой бұған. Аружан, мен білейм, өтінем мамаға айтпашы деймін. Енді өзің не істемекшісің? Жұмысым бар. Бірдеңе қылып баламды бағам. Өзің ғана ма? Иә. Арман біле ма өзі? Білмейді. Айтпаймын оған ештеңе. Тағы маған айтатын едің ғой. Өтірік айту жаман, болмайды деп. Аружан, қойшы өтінем, білемін бәрін де. Жарайды. Өзім проблемам басымнан асып жүрген кезде сенде. Бақыттың жағдайы қалай? Жағдай нашар. Өте нашар. Аяғынан жүрмей қалуы мүмкін дейді. Сен оған тұрмысқа шығасың ба? Әрине шығам. Ол өте бай. Оның үстінде қазіргі заманда ақшаң болса, дәрігерлер бәрін істейді. Аружан, ақшамен ештеңе шешілмейді. Бұл дұрыс емес. Сен оны сүйесің бе өзі? Сүйем. Бірақ ақшасын да жақсы көрем. Жарайды. Балам, қалай? О, әке, Неге мұнда отырсың? Неге Айжанның қасында емессің? ол жақта Айжанның сіңілісі бірдеңкелер айтып жатыр. Қандай сіңілісі? Білмеймін, атын Аружан дейді. Жарайды. Ал сен не істедің? Айжанның мазасын алмадың ба? Жоқ, Айжан жақсы қыз сияқты. Иә? Иә, мен де солай ойлаймын. Әке, Айжан жақсы күтуші болатын сияқты, иә? Білмеймін, келіспейтін сияқты. Ол менің кеңсемде жұмыс істейді ғой. Әке, сен бәрінде күндіре аласың ғой, тіпті Айжанды да, иә? Иә, балам. Ой, Жадыра, не істеп отырсың? Телефон жөндеп отыр. Әкел өзім жөндейін. Ой, мынау Талғаттың телефоны ғой. Бұған не болған? Иә, қабырғаға лақтырып жіберді. Сенде тағы дұрыс шықпай қалғансың ба? А? Бөлмесіне тамағын іштеп апарып едім. Иә? Ішпейді. Содан? Уайымдап отырмын сол баланы. Жадыра, сен өзіңді өзің қинай берме. Ол балаға уақыт бер, ойлансын, өзін өзі келсін. Бәрі жақсы болады әлі. Мен қолымнан келген аямайым ғой. Білесің ғой, Санжар. Білем ғой, бірақ байқа, артық қылам деп тыртық қылып алып жүрме. Ой, мынау қосылып кетті ғой. Мынан қара. Әкел. Хат? Заринадан? Тимей қойшы бұл. Жадыра дейме. Жаным, неге жоқ болып кеттің? Менімен сөйлесші. Өтініш? Болмайды кем, қойсайшы енді. Мен баламды жаным деп отыр ғой. Араласпа дейме, саған шаруам болмасын.
Өзім білем. Өзім білем. Әй, өзің білсең, өзің біл. Саған дауа жоқ. Бақыт, сәлем. Айжан. Сәлем. Сені көргеніме қуаныштымын. Мен де. Жағдайың қалай? Көріп тұрғандай. Саған Аружан бәрін айтып берген шығар. Иә. Өкінішті. Аружан бәрі жақсы болатынына сенімді. Айжан, Аружан ешқандай да дәрігер емес. Жарайды, қоя берші, одан да өзің қалайсың соны айтшы. Бақыт, менде бәрі жақсы. Саған көп-көп рахмет. Мен қазір Мирастың компаниясына жұмыс істеп жүрмін. Сен үшін шынымен қуаныштымын, Айжан. Одан кейін, Айжан, Аружанға ақымақтық жасамасын деп айтасың ба? Уақыт барда өзіне дені сау жігіт табылған дұрыс. Менде мүгедек не керек оған? Бақыт, бұның қалай? Сен қазір болған оқиға жайлы ойлап жүрсің. Уайымдамаш, бәрі де жақсы болады. Мен оған сенімдімін. Сен мықтысың ғой. Сен де мықтысың, Айжан. Басыңнан қаншама сынақ өтсе де. Бақыт, босқа берілмеген сынақтар ғой. Шыдау керек. Сен де шыда. Аружан. Айжан, мұнда не істеп отырсың? Мен бүгін ауруханадан шығайын деп жатырмын. Сол Бақыттың қал жағдайын білуге келдім. Сенің бұл жерден кетуің керек. Бақытты көп мазалай беруге болмайды. Аружан, Айжан маған кедергі жасаған жоқ. Бақыт, Аружан. Мен жай ғана Бақыттың қал жағдайын білуге келдім. Сауығып кет. Рахмет. Мен қазір келем. Айжан, тоқта. Сен Бақыттың қолынан ұстап тұрғаның не? Аружан, сен не ойлап тұрсың? Сонда мен әлі еш нәрсе ойлап тұрған жоқпын. Айжан, мен білем әрине. Сен десе кез келген жігіттің есі кетіп тұратынын. Бірақ мен сені Бақыттың қасында көргім келмейді. Аружан, сен менімен қалай сөйлесіп тұрсың? Мен сенің әпкеңмін. Міне сондықтан да мен айтып тұрмын. Бақыт менікі. Аружан, сен қазір мені ренжітіп тұрсың. Кешір әрине. Бірақ біз Бақыт екеуміз әлі тұрмыс құрған жоқпыз. Сондықтан да айтып тұрмын. Сосын сен Бақыттың қасына көп жақындай бермеш. Алло? Сәлематсың ба? Мен Жадырамын. Талғаттың мамасымын. Зарина, қолың бос болса сөйлесе аласың ба? Мирас Нағиұлы, жеткізгеніңізге рахмет. Сіз дәуре қылмай өзім-ақ автобуспен жетіп қалар ем. Айжан, қайдағы автобус? Сіздің маған жұмысқа тезірек, жылдам шыққаныңыз керек. Ал автобус адамды шаршатып жібереді. Одан тез жазыла қоймассыз. Рахмет сізге. Сіз маған көп жақсылық жасадыңыз. Оны есіңізге де алмаңыз. Сіз 1000 есе артық жақсылық жасадыңыз. Менің баламды құтқардыңыз. Ал Ермек менің бар байлығым. Ермек сондай жақсы бала. Біз Ермекпен сөйлестік. Менің білгенім дұрыс болмаған шығар, бірақ Ермек маған өз анасының қайтыс болғанын айтты. Ермектің анасы
3 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болды. Ермек болмағанда, мен қазір бұлай өмір сүрмесем. Кешіріңіз. Ештеңе етпес. Ермек негізі ондай нәрсені ешкімге айтпаушы еді. Сізді ұнатып қалған сияқты. Ермек сондай сүйкімді жақсы бала. Мирас Нағиұлы, рахмет сізге. Мен барайын. Өз әпкеңе осылай айтуға ұялмайсың ба? Неменеге маған айғайлап тұрсың? Саған Айжан ұнайды ғой, я? Аружан, сен есің дұрыс па? Айжан сенің әпкең. Оның үстіне ол өте жақсы қыз. Мен оған дәл сондай көзқараспен қараймын. Қандай? Қызға қарағандай ма? Қойшы, Аружан, сен мен не үшін бұл жайлы сөйлесіп жатқанын да түсінбеймін. Айжанды көргенде әр жігіттің есі кетіп ғашық болатынын білем. Мысалы, Талғат. Сенің де сол жігіттердің қатарына жатқаныңды қаламаймын. Аружан, бұлай менің ашуыма тиюге саған әлі ерте. Мен өзім білем кіммен сөйлессем де. Солай ма? Солай. Себебі сен маған әлі ешкім емессің. Жарайды. Саламатсыз ба, жадырат етесіз ба? Мен Заринамын. Махмұт, өтінем тыңдаңызшы. Не болды? СМС хатты жолдаған бақыт емес, ол мен. Түсінесіз ба? Сізден көмек сұрайын деген. Бақыт сіздің қандай жақсы адам екеніңізді, қандай жақын адам екеніңізді айтатын. Сіздің қолыңыздан біраз нәрсе келеді екен. Маған көмектесесіз ба? Не болды? Бақыт соңғы күндері өзінің мүгедек болып қалатынын біліп, мүлдем жігерсіз қалды. Мен оған көмектескім келеді. Сәл де болса қуантқым келеді. Оның расында да маған керек екенін дәлелдегім келеді. Бүгін біздің некемізді қиып беретін адам тауып беріңізші. Мүмкін сіздің айтқаныңыз дұрыс шығар. Шамам жеткенше жасап көрейін. Сәлем, сюрприз. Зарина, сен мұнда не істеп жүрсің? Балам, Заринаны мен шақырдым. Ал менен сұрауға болмайды ма? Балам, бұл менің дейім ғой. Кімді қалайым, соны шақырам. Жүр, дала ашып сөйлесеміз. Ауылыңмен таныстырасың, е? Қайсысыз? Бантиктағы балы болып отыр. Балалық шағай. Қазір, кешіріңіз. Алло? Мирас Нағиұлы, сәлеметсіз бе? Я тыңдап тұрмын. Мен, жақсы болып қалдым. Бар алам. Жарайды, ертеңге дейін. Сау болыңыз. Ай, бұның не қарағым-ау? Әлі жазылған жоқсы ғой, ертең жұмысқа барам дейсің ба? Роза тәте, бәрі жақсы болады. Ертең менде маңызды кездесу. Мирас Нағиұлын аудармашы керек болып тұр. Алматыда сенен басқа аудармашылар құрып қалып па? Өзімде жұмысқа шыққым келіп жүр. Ертең көлік жібереді маған. Автобуспен жүріп шаршамайым. Ай, байқа қызым, өмір сенікі, әрине. Бірақ кішкене жата тұрғаныңда жақсы болатын еді. Уайымдамаңыз енді. Зарина, мен сені түсінбеймін. Неге келдің? Талғат,
Менің не үшін келгенімді сен өте жақсы білесің. Сонда мен сені тастап кеткенімде кешірем деп тұрсың ба? Білем, менің де кінәм бар. Үлкен қателік жасадым. Енді менің мамаммен де келісіп алыпсың. Біле білсең, Талғат, ол кісі екеуміздің арманымыз бір. Солай ма? Ол қандай арман? Мамаң сенің барлық нәрсені ұмытқаныңды қалайды. Ал мен сенімен бірге болғым келеді. Ал мен Айжанмен болғым келген. Армандар орындала бермейді, Зарина. Талғат, сен сонда қазір мені қуып жатырсың ба? Қалсаң қалшы. Сәлем, Айжан. Сәлем, Лаура. Мені Мирас күтіп тұрма десем? Мирас Нагевич іште. Кездесу осында өте ма? Кездесу 2 сағаттан соң болады. Ал біз сонда осында не істеп жүрміз? Жүр, қазір көресің. Жақсы. Мирас Нағиұлы, қалай сізге? Жоқ. Айжан, бүгін сен біздің компанияны таныстырасың, сондықтан теңдессіз сұлу болу керексің. Солай ғой, Лаура? Әрине, Мирас Нагевич. Мирас Нағиұлы, сонда да маған көйлек алып беріп жатқаныңыз артық деп ойлаймын. Қажеті жоқ. Мен өзімді ыңғайсыз сезініп тұрмын. Ақмақтық. Сен дұрыс түсін. Мен саған көйлекті сыйлық қалып жатқан жоқпын. Өз компаниямның бет бейнесі болатын жанды киіндіріп жатырмын. Сәнді, әр бағалы киіммен. Бұл мен үшін өте маңызды. Сондықтан әдем болғанды қалаймын. Мирас Нағиұлы, мынау ше? Бағасы да арзандау екен. Айжан, сен не түсінген жоқсың ба? Біз ауылдың тойына барайын деп жатқан жоқпыз. Бүгін сен біздің компанияның бет бейнесі боласың. Мына көйлекті көріңіздер. Бүгін ғана келді. Жалғыз экземпляр. Француз сән апталығында көрсетілген. Айжан, осы көйлекті киіп көрші? Иә, маған ұнайды. Киіп көр. Мынау не? Менюдағы қателерді көрген жоқсың ба? Қабылдағанда қайда қарадың? Баспаға тапсырардың алдында өзім түгелде тексеріп шыққанмын. Білмеймін қалай болып шыққанын. Ештеңені білгенге келмейді. Қайта бастыр. Өз қалтаңнан төлейсің. Кешіріңіз. Жанна. Иә, Нүрия. Банкеттің менюі айтылған бойынша дайын тұр, тексересің ба? Нүрия, сені тексеріп алу қалып еді енді. Қашаннан бер? Жарайды, өзің біл. Басшым деп алдыңнан өтіп жатырмын. Мен саған сенем. Біз екеуміз ренжісіп қалсақ та, сен өз ісінің маманысың. Нүрия? Иә. Мүмкін біз ренжіскенімізді қоярмыз. Сен сияқты досты жоғалтқым келмейді. Сен мені сатып кеттің, Жанна. Кешірші енді. Өтініш, Нүрия. Өзіңді білесің ғой. Арман деп миым істемей қалды. Жарайды. Бірақ мен бәрібір өз ойымда қалам. Бұл жүрісің тек қана өзіңе зиян деп ойлаймын. Жарайды. Ойласаң ойлай бер. Мен үйреніп қалдым. Достастық па? Достастық. Рахмет саған. Кел балам, шай ала қой. Рахмет. Жадыра тәте, бауырсағың сондай дәмді. Күшті жасапсыз. Ұнады ма саған? Иә. Сен қалсаң, мен саған үйретем. Қуана қалам. Ой, айналайын. Сен мен балам жақсы көресің ба? Иә,
үй айнап қана кетейін сол. Сенің келгенің жақсы болды. Талғаттың да көңіл орнына түскен сияқты. Далаға шығып жүр. Әйтпесе киімін шешпей ұйықтап қалатын. Бірақ оны әлі де мазасы жоқ қой. Оның жалғыз қайғысы бар. Оның аты Айжан. Менің жауапсыз махаббатыма кім кінәлі екенін мен білемін. Жарайды, қызым, ештеңе етпейді. Мен де махаббатсыз тұрмысқа шыққам. Қойыңызшы. Рас? Санжараға екеулеріңізге қарап олай ойлау мүмкін емес. Менің әке-шешем өздері қосқан. Мен Санжарды өмір бақи жақсы көрмейтін шығар деп ойлағам. Қазір Санжарсыз бір күнімді елестете алмаймын. Шынында да керемет жүпсіздер. Мен сіздерге қызығам. Рахмет. Мен де сендерді керемет жұп болады деп ойлаймын. Бірақ мен оны мәжбүрлей алмаймын ғой. Сен мәжбүрлеуге тырыспа, балам. Сен айтқанын жаса, тілін ал. Одан басқа түк керек жоқ. Бірақ осының барлығын не үшін жасап жатсыз маған? Ой, айналайын. Сен үшін емес, жалғыз балам үшін жасап жатырмын. Сол балам бақытты болса деймін. Мирас Нағиұлы, кездесу осында өте ма? Иә. Бұл қаладағы ең мықты мейрамхана. Мен бармасам болмай ма? Не болып қалды, Жан? Түсінбедім. Шынымды айтсам, басым айналып тұр. Не болып қалды, Жан? Жүрек, Мирас Нағиұлы, ештеңе емес, бәрі дұрыс. Саламатсыз ба? Мирас Нағиұлы, сізді көргеніме қуаныштымын. Бәрі дайын, қонақтар да жиналып қалды. Жана, бұлай Жан. Менің жаңа көмекшім. Танысып қойыңыздар. Қош келдіңіз. Біздің мейрамхана сізге ұнайды деген ойдамын. Рахмет. Баға. Екі жақтың некеге тұру келісімі ретінде сіздерді Сақинамен алмасыңыз сұраймын. Ал енді мына құжатқа қол қойыңыз. Алдымен сіз күйеу жігіт. Енді сіз қалыңдық. Бүгіннен бастап сіздерді заңды түрде ерлі зайыптылар деп жариялаймын. Құттықтаймын, бақытты болыңыздар. Рахмет. Ал, құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Айжан, Сәлем. сәлем. Көргеніме қуаныштымын. Мен де. Ерекше құлпырып кепсің. Рахмет. Қал жағдайың қалай? Жақсы, рахмет. Кешір, мен кету керекпін. Айжан, тоқташы. Айжан.
Айжан, сені күтіп қалдым. Маған көмегің керек, жүр. Жаным, мен сондай бақыттымын. Жеттің ба дегеніңе? Ризасың ба енді? Иә. Енді бұл менің ғана бақытым үшін жасалған нәрсе емес қой. Сенің де қамыңды ойладым. Тезірек аяққа тұрып кетсе екен деп жігерленсін дедім ғой. Соны түсіну қиын ба саған? Жарайды. Ал енді мен сәл демалайын. Шаршап тұрмын. Бақыт, қалай ғана айтып тұрсың? Өтініш Аружан. Жайма қалдыршы. Айжан, бүгін менімен бірге баруға келісім бергеніңе рахмет. Мирас Нағиұлы, бұл мен жұмысым ғой. Сізге көп рахмет. Көйлек үшін де рахмет. Оқасы жоқ. Жарайды, ендеше мен барайын. Айжан, тоқтай тұрыңызшы. Сізге бірден айту керекпін. Ұмыттың мені қалай, жаным қалай,